أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli cemaat, bugünden başlап Allah kalasa күнде өтуге тұрсаңыз, бірақ арасында күндер үзіліп қалуы мүмкін. Құранның тәпсірінен дәрістерімізді бастаймыз. Өйткені бұл Құран Аллах Тағаланың кәләмі, Аллах Тағаланың бізге айтқан сөзі болғандықтан, былайша айтқан кезде Аллах Тағаланың бізге жіберген хаты бұл. Яғни бұл өзіміздің жаратушымыздың, өзіміздің Раббымыздың хатын оқи білмесек, оны жай ғана оқып кетіп, және де оның мағынасын түсінуге тырыспайтын болсақ, оның ішінде қаншама үкімдер бар, Алла Тағаланың әмірлері бар, Алла Тағаланың тыйымдары бар осы Құранның ішінде. Яғни Алла Тағаланың осы хатын оқу арқылы Алла Тағаланың бізге не меңзеп тұрған түсінуге тырыспайтын болсақ, онда біздің мұсылманшылығымызға сын екен. Енді осы жерде отырған барлығымыз Құранды көтеріп жүрген адамдардың қатарына жатамыз. Неге? Өйткені шамамыздың келгенше Құранды үйреніп жүрміз. Тәжвидтен, махраждан Құранды үйреніп жүрміз. Шамамыздың келгенше Құранға түсіп қойғандарымыз Құранды оқып жүрміз күнделікті. Бетінен ашып, жүзінен хатым қылып оқып жүрміз. Шамамыздың келгенше кейбіреулеріміз Құранды жаттап жүрміз. Бірақ та сол өзіміз оқып жүрген Құранды тіпті мынау намазда күнделікті оқимыз ғой, Құрандарды. 5 уақыт намазда Фатиха сүресінен кейін қаншама аяттарды Аллах Тағаланың ішінде үкім аяттары бар, Аллах Тағаланың бізге ішінде әмір еткен әмірлері бар, тыйымдары бар. Осыларды қаншалықты күнде оқып жүрсек те, оның мағынасын көпшілігіміз біле бермейді екенбіз. Сондықтан да бұл Құранды оқып жүргеннен кейін Құранның өзінің ақысы бар. Осы ақысын біз Құранға беруіміз керек екен. Енді тәпсір кітаптарда имам Құртуби деген ғалым кісі, үлкен тәпсірші ғалым, ислам әлеміне, әхлі сүнна әлеміне аты белгілі, баршаңыз танисыздар. Осы имам Құртуби өзінің тәпсір кітабында кіріспесінде тәпсірге кіріспе ретінде, яғни бізді осы тәпсірді оқуға ынталандыру мақсатында өзінің кіріспесінде мынандай сөздерді айтады екен. дейді. Құранды көтеріп жүрген адамға, яғни Құранмен айналысып жүрген адамға, Құранды оқып жаттап жүрген адамға не нәрселер керек дейді. Бізге не нәрселер керек? Құранмен айналысып жүргеннен кейін біз міндетті түрде Құранның ақысы үшін осы нәрселерді ұстануымыз керек. Біріншісі дейді, Құранды оқыған кезде, білімді талап еткен кезде, Құранда бір білімді талап еткен кезде біз ең бірінші білімімізді, өзіміздің ықылас ниетімізді Алла Тағаланың разылығы үшін деп түзеп алуымыз керек. Егер де біз Құранды, я болмаса басқа да діни ілімдерді, білімді алған кезде ниетіміз, ықыласымыз Алла Тағаланың разылығы емес басқа нәрсе болып кетсе, біздің ниетіміз сол нәрсеге жету болып кетеді. Яғни Алла Тағаланың разылығына жете алмай қаламыз, Алла Тағаланың разылығы жолда қалып кетеді екен. Сондықтан да имам Құртуби айтып жатыр, Құранды оқып жүрген адам, Құранмен айналысып, оны жаттап жүрген, Құранды үйреніп жүрген, намазда болсын, Құранды мұсхафтан, кітабынан болсын, оқып жүрген адамға ең бірінші ләзім болған нәрсе, уәжіп болған нәрсе ықыласты түзеу керек. Яғни ықыласымыз тек қана Аллах Тағаланың разылығы, қандай да бір дүние табу, я болмаса бір абыройға жету, адамдардан мақтау күту емес, біздің ықыласымыз, ниетіміз тек қана Алла Тағаланың разылығы болу керек дейді. Ғалымдарымыздан ізгілерімізде мынандай сөз қалған дейді. дейді. Біз білімді дейді, Аллах Тағаладан басқа нәрсе үшін талап етіп бастадық дейді. Аллах Тағаладан басқа нәрсе мақсатта, яғни көптеген мақсаттар болуы мүмкін. Дүние, абырой, мақтау деген сияқты. Алладан басқа кез келген мақсатта дүниені, жаңағы білімді талап еттік дейді. Білім бас тартты дейді. Аллах Тағаладан басқа нәрсе үшін бізге қонуға білім бас тартты дейді.
Бұл нені білдіреді? Егер де біздің ықыласымыз, ниетіміз білім алған кезде, Құран оқыған кезде Алла тағаладан басқа нәрсе болса, біздің ниетіміз, ықыласымыз, онда бұл Құранда, білімде бізге қонбайды екен. Айтып жатыр, فَأَبَى أَنْ يَكُونَ إِلَّا لِلَّهِ. Бұл білім бізге қонудан бас тартты, Алла разылығы үшін, басқа ниеттен басқа дейді. Ғалымдарымыз айтады басқа: إِذَا لَمْ تُعْطِ الْعِلْمَ كُلَّكَ لَمْ يُعْطِيكَ جُزْءًا إِذَا أَعْطَيْتَ كُلَّكَ أَعْطَاكَ جُزْءًا дейді. Егер де біз білімге өзіміздің кішкентай ғана уақытымызды бөлетін болсақ, мысалға бос уақытымызды, кішкентай ғана уақытымызды бөлсек, білім бізге ештеңе бермейді дейді. Жаңа Құранда сол сияқты бізге ештеңесін бермейді. Егер де біз білімді, Құран оқуды жаңағы бірінші орынға қойып, оған барымызды беретін болсақ, онда білім бізге не істейді дейді? Өзінің кішкентай бір ғана бөлігін береді дейді. Қарап тұрсаңыздар, білімге кішкентай бос уақытымызды ғана басқа уақытта басқа істермен айналысып, кішкентай уақытымызды бөліп жүрген болсақ, онда білім бізге ештеңе бермейді екен. Ал енді бүкіл барымызды, ықылас ниетімізбен білімге кіріп кеткеннің өзінде де білім бізге кішкентай ғана бөлігін береді дейді. Имам Муслимде келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Омардан жеткен хадисте былай дейді: «Иннама масалу сахибил Құр'ани камасали сахибил ибилил муаққала» дейді. Құранмен айналысып жүрген адамның мысалы дейді, Құранды оқып, Құранды жаттап, намаздарда оқып, Құранмен айналысып жүрген адамның мысалы камасали сахибил ибилил муаққала, байлаулы болған бір түйенің иесі сияқты дейді. Құранның иесі түйенің иесі сияқты. Яғни біз Құранға қарай қарым-қатынас жасауымыз керек. Хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр, байлаулы түйесі бар адам сол түйеге қандай қарым-қатынас жасаса, біз де Құранға сондай қарым-қатынас жасауымыз керек дейді. Ол не дейді? Ин ахада алейха амсакаха. Егер де ол түйеге бақылап қоятын болса, бақылайтын болса, түйенің артынан қарап қоятын болса, жай қоя салмай, ол түйенің артынан бақылап, қадағалап, бағып жүретін болса, ол түйені не істейді дейді? Ұстап қалғаны дейді. Ва ин атлақаха захабат. Егер де ол түйені босата салса, өзіңмен өзің жайыла берді, онда не істейді? Түйеден айырылып қалды дейді. Дәл сол сияқты біздің Құранмен қарым-қатынасымыз қандай дейді? Құранды оқып жүрген кезде, Құранды жаттап жүрген кезде, біз Құранды бақылап жүретін болсақ, әрдайым қайталап, әрдайым Құранға назар салып жүретін болсақ, онда Құран бізде қалады екен. Егер де оны қоя беретін болсақ, бір оқыдық, екі оқыдық, бір-екі жаттап алдық, содан кейін қоя беретін болсақ, мүлдем бетін ашпайтын болсақ, онда ол Құран бізді тастап кетеді екен. Хадисте келгенде нені білдіріп тұр? Құран дегеніміз әрдайым ақиретке дейін, бізге өлім келгенге дейін біз қайта-қайта қайтып отыруымыз керек. Ол сүрені, ол бетті біз оқып қойған болсақ та, жаттап қойған болсақ та, қайта-қайта қайталамайтын болсақ, апта сайын, ай сайын қайтып отырмайтын болсақ, сол нәрсеге, сол аяттарға, онда Құран бізді тастап кетеді дейді. Енді имам Құртуби жаңа кіріспесінде айтты, Құран оқып жүрген, Құранмен айналысып, Құранмен жаттап жүрген адам қандай болу керек? Оны адамға не нәрсе ләзім? Біріншісі ықылас деді. Екінші, Құранмен айналысып жүрген адамға Құранның ақысы ретінде бізге не нәрсе ләзім? Әл-варау фи дини. Яғни ұстап жүрген, біз дінді ұстанып жүрміз, Аллах тағаланың дінін. Осы ұстанып жүрген дінімізде тақуалық танытуымыз керек. Яғни ат үсті қалай болса солай, әйтеуір дәретімізді алып көпшілікпен бірге намазға келіп кетіп емес, дінімізде барынша шамамыздың келгенінше тақуалық танытуымыз керек дейді. Абдулла ибн Масғуд өзінің бір сөзінде, Алла ол кісіге разы болсын, былай деп айтады: «Янбағи ли хамилил Құр'ани ән ю'рифа би лейлата изан насу наимун» дейді. Енді Құранмен айналысып жүрген адам, жаңа Құранды оқып, Құранды үйреніп, Құранды жаттап жүрген адам, ол адам басқа адамдарға қарағанда осындай нәрселермен ерекшеленуі керек дейді. Абдулла ибн Масғуд айтып жатыр. Біріншісі, ән ю'рифа би лейлата изан насу наимун. Адамдар түнде ұйықтап жатқан кезде, не болмаса, Құдай сақтасын, түнде күнәлар көбейеді. Сол адамдар түнде күнәға батып жатқан кезде, бүкіл адамдар түнде ұйықтап демалып жатқан кезде, түнгі құлшылықтарымен, түнде тұрып тахаджуд намаз оқумен, Құран оқумен, осындай нәрселермен, құлшылықтармен, Құранмен айналысып жүрген адам ерекшеленуі керек дейді басқа адамдардан.
сол кезде Құран бізге қонады. Сондай-ақ біз күндізімізбен ерекшеленуіміз керек дейді. Басқа адамдардың барлығы ауыздары ашық болған кезде, тамақ жеп жүрген кезде біз нәпіл оразаларды ұстаумен басқа адамдардан қарағанда ерекшеленуіміз керек. Бұл діндегі тақуалықты айтып жатыр. Барлық адамдар қуанып жатқан кезде, мәз-мейрам болып жатқан кезде біз немізбен ерекшеленуіміз керек? Ақиретті ойлап, қабір азабын ойлап, Алланың алдына барған кездегі әрбір ісіміз үшін жауап беретін сұрақ жауабымыз бар. Осы нәрселерді ойлап, біз мұңаюымызбен, яғни ақиретті ойлап, қайғыға батумен ерекшелену керек дейді. Басқа адамдар ештеңені ойламай, мәз-мейрам болып жүрген кезде. Адамдар күліп жүрген кезде, осы нәрселердің барлығына, күлетін нәрсе болсын, күлмейтін нәрсе болсын, барлығына күліп жүрген кезде көз жасымен ерекшелену керек дейді. Көз жас болған кезде қандай көз жас? Алла Тағаладан қорыққан көз жас, тақуалықтың көз жасы. Және де адамдар бір-бірімен пайдасыз нәрсе айтып жатқан кезде, өсек болсын, өсек аяқ, ғайбат болсын, тіпті ғайбат болмаса да, жай ғана айтылып жатқан әңгіме пайдасыз болатын болса, ешқандай мән мағынасы жоқ, пайдасыз әңгімелер айтылып жатқан кезде дейді басқа адамдар. Біз үндемей қалуымызбен ерекшеленуіміз керек дейді ондай адамдармен. Адамдар таңданып, кеудесіне нам пісіп, тәкаппарланып жүрген кезде біз кіші пейілдігімізбен басқа адамдарға қарағанда жаңағы Құранмен айналысып жүрген адам, Құранды оқып, Құранды үйреніп, Құранды жаттап жүрген адам осы нәрселермен ерекшелену керек. Яғни түнімізбен, құлшылығымызбен, күндіз нәпіл оразаларымызбен, сондай ақиретті ойлап, қабір азабын ойлап, Алладан қорыққан көз жасымызбен, және де пайдасыз әңгімелерден аулақ болып, сондай-ақ тәкаппарлықтан аулақ болып, кішіпейіл болумен ерекшелену керек дейді. Абдулла ибн Амр радиаллаху анху, Алла ол кісіге разы болсын, ол кісі де былай дейді Құран жайында. Енді Құранмен айналысып жүрген адамға мына нәрселер болмайды дейді істеуге. Пайдасыз сөз сөйлеп отқандармен, пайдасыз әңгіме айтып отырғандармен бірге сол адамдардың дәрежесіне түсіп, қосылып кетпеу керек. Яғни пайдасыз әңгіме басталды ма, бізге дүниемізге де, ақиретімізге де ешқандай пайдасы жоқ әңгімелер басталды ма, тіпті мейлі ол күнә болмай қойсын, өсек ғайбат болмай қойсын, жай ғана пайдасыз хауа дейді, бос әңгімелер болса, сол әңгімелерге, сол адамдардың дәрежесіне түсіп кетпеу керек дейді. Енді надан адамдардың надандығымен қосып, енді надан болғандықтан адамдардан неше түрлі іс-әрекеттер туындауы мүмкін, бізге дөрекілік танытуы мүмкін. Әрбір үрген итке үре берудің қажеті жоқ дейді. Яғни надан адамдармен сол адамның дәрежесіне түсіп кетудің де қажеті жоқ. Керісінше Құранмен айналысып жүрген адам осындай болу керек дейді. Құранды оқып жүргеннен кейін, Құранды үйреніп жүргеннен кейін, Құранның хақысы бар. Осы Құранның хақысы үшін болса да дейді, ол кешірімді және де кішіпейіл болу керек. Өйткені ол адамның ішінде Құранмен айналысып жүрген, Құранды оқып жаттап жүрген адамның, яғни осы отырған бәріміздің ішімізде, жүрегімізде не бар дейді? Кәләмулла, Алла Тағаланың сөзі. Анау-мынаудың сөзі емес, бізді жаратқан Раббымыз, жаратушының сөзі бар. Сол сөзді, Алла Тағаланың сөзін, Алла Тағаланың хатын, Алланың кәләмін біз жүрегімізге қондыруға тырысып жүрміз, күнде жаттап жүрміз, Құранды оқып жүрміз. Сол нәрселер біздің жүрегімізде болғандықтан біз осындай іс-әрекеттерден аулақ болуымыз керек. Бос сөз сөйлеуден, жаңағы наданмен бірге надан болумен, басқа адамдардың дәрежесіне түсіп кетуден, я болмаса тәкаппар болудан барынша аулақ болып, керісінше кішіпейіл болып, Аллах Тағаланың дінінде тақуалық танытуға тырысуымыз керек. Енді Құранмен айналысып жүрген адамға имам Құртуби не керек деді? Біріншісі, ықылас ниетті түзеу керек деді. Яғни біздің ықылас ниетіміз тек қана Алла Тағаланың разылығы болу керек. Екіншісі, не нәрсе керек деді? Екіншісі, ұстанып жүрген біздің дінімізде тақуалық болу керек. Яғни Аллах Тағаладан қорқыныш. Бұл екіншісі. Үшіншісі,
не нәрсе болу керек? Осы оқиын деп отқан тәфсірімізге тікелей байланысты имам Құртуби айтады: үшінші нәрсе, біз енді Құранды жай ғана оқып кете бермей, жай ғана жаттап кете бермей, ол Құранның ішінде үкімдер бар, үкім аяттар бар. Яғни не нәрсе парыз, не нәрсе харам, не нәрсе болады, не нәрсе болмайды деген сияқты. Не нәрсе сүннет, не нәрсе мұстахаб, осындай үкімдер бар Құранның ішінде. Сол үкімдерді үйренуге тырысуымыз керек. Жай ғана оқып кете салмай. Фаяфхама аниллахи мурадаху. Және де Аллах Тағаланың мурадаху дегеніміз мұрады, мұрад мақсаты. Аллах Тағала не нәрсе бізге осы аятты түсірген кезде, осы сүрені түсірген кезде Аллах Тағала бізге не айтқысы келіп жатыр, не нәрсені мұрад мақсат етіп жатыр, осыны да түсінуге тырысуымыз керек дейді. Уама фарада алейхи. Және де Аллах Тағала бізге не нәрсені парыз қылды. Фаянтафиа бима яқрау. Сол арқылы біз не істейміз дейді? Оқып жатқан Құранымыздан, жаттап жатқан аяттарымыздан, Құранымыздан пайда аламыз. Ва яъмал бима ятлу. Және де ең маңыздысы, осы Аллах Тағаланың үкімдерін түсінгеннен кейін Аллах Тағала не нәрсені мақсат етіп тұр? Оның барлығы үкімдерін Аллах Тағала не нәрсені мақсат етіп тұр? Бізге не айтқысы келіп тұр Аллах Тағала? Оның бәрін тек қана тәпсірді оқумен түсіне алады екен. Енді осының бәрін түсініп алғаннан кейін ең маңыздысы ва яъмала бима ятлу, өзіміздің оқып жатқан Құранымызға өзіміздің аузымыздан шығып жатыр, басқа біреудің емес, Аллах Тағаланың сөзі біздің аузымыздан шығып жатыр. Өзіміздің айтқан нәрсемізге енді өзіміз амал қылуымыз керек дейді. Абдулла ибн Масуд, Алла ол кісіге разы болсын, былай деп айтады: фама ақбаха дейді. Қандай жаман дейді. Араб тілінде фама ақбаха дегеніміз қандай жаман, ең жаман нәрсе, қандай жиіркенішті деген мағынада айтады. Фама ақбаха. Мына нәрсе ең жаманы дейді. Бихамилил Құран ан ятлу ахкамаху. Жаңа Құранмен айналысып жүрген адам Құрандағы үкімдерді оқиды дейді. Біз намазда тұрсақ та кейде Құрандағы үкімдерді оқимыз. Намазда тұрып өзіміздің аузымызбен сол нәрселерді оқимыз. Мұсхафты ашып қойсақ та Құрандағы үкімдерді оқимыз. Сол нәрсені оқиды дейді Құранмен айналысып жүрген адам. Ва янтиқа би ауамирихи ва навахихи. Және де янтиқа өзінің аузымен, өзінің тілімен айтып жатыр дейді. Аллах Тағаланың әмірлерін, бізге бұйырған Аллах Тағаланың бұйрықтарын өзіміздің аузымызбен өзіміз айтып жатырмыз. Ва навахихи. Және де Аллах Тағаланың тыйымдарын біз айтып жатырмыз. Осы нәрсе ең жаман дейді. Thumma yukhalifu fi'luhu ma yatluhu. Одан кейін біздің істеп жатқан іс-әрекеттеріміз, амалдарымыз өзіміздің аузымыздан шыққан жаңа Аллах Тағаланың үкімдеріне, әмірлері болсын, тыйымдары болсын, қарама-қайшы келіп жатыр дейді. Ол неден туындап жатыр? Мейлі бір адамдар біле тұра істейтін шығар қарама-қайшылықты, Аллах Тағаланың Құранына қарама-қайшы әрекет. Бірақ та көбінесе осы Аллах Тағаланың не нәрсе мақсат етіп тұрғанын, Аллах Тағала не нәрсе бізге бұйырып жатқан, не нәрсені бізден тыйып жатқандығын білмегендіктен осы өзіміздің аузымыздан шығып жатқан сөздерге өзіміз қарама-қайшы қылықтар істеп жүреміз, амал істеп жүреміз дейді. Ол білместіктен туындауы мүмкін. Міне, бірақ та бұл білместіктен туындаса да Абдулла ибн Масуд не дейді? Осы ең жаманы дейді. Бұдан асқан жаман нәрсе жоқ. Басқа бір сөзінде айтады: уама ақбаха. Және де мына нәрсе қандай жаман дейді, қандай жиіркенішті. Ан юс'ала ан фиқи ма ятлуху ва ла ядри. Енді біз намазда болсын жаңа бір сүрелерді оқимыз, Аллах Тағаланың үкімдерін, Аллах Тағаланың сүрелерін, аяттарын оқимыз, не болмаса басқа бір адамдармен отырып оқып береміз, не болмаса өзіміз отырып оқимыз. Енді біздің оқып жатқанымызды жанымыздағы адам естіп қалды да, бұл аяттың фиқы қандай, жаңағы мағынасы қандай, үкімі қандай деп бізден сұрақ қалса, уәлә ядри, мен білмеймін деп айтатын болсақ, осы ең нәрсе жаман дейді. Яғни біз аузымыздан, өзіміздің аузымыздан шығып жатқан Аллах Тағаланың үкімдерін біз үйренуіміз керек. Ол үйренуге тырысуымыз керек, әрекет жасауымыз керек. Егер біреу сұрақ қалса дейді бізден, ол нәрсеге өзіміз айтып тұрған нәрсені өзіміз білмейді екен деп айтып тұрсақ, осы нәрсе ең жаманы дейді. Кама мәсәлу мән хадихи халатуху илля камасалил химари яхмилу асфара. Енді сол адамның мысалы дейді. Жаңағы Аллах Тағаланың аяттарын, Құранды оқып жатыр, бірақ та біреулерге осы жерде Аллах Тағала не деген екен деп сұраған кезде білмеймін деп айтып тұрса, яғни өзінің не оқып жатқанын білмеймін деп тұрса, онда ол жаңағы жүк арқалап жүрген
есектің мысалы сияқты дейді. Жүк арқалаған есектен ешқандай айырмашылығы болмай қалады дейді. Сондықтан да Қоля Ияс ибн Муавия деген кісі өзінің бір сөзінде былай дейді: Мәсәлуллазина яқрауна ал-Қур'ана ва ла я'ламуна тафсираху. Құран оқып жүргендердің, Құранмен айналысып, Құранды оқып жүр, Құранды қайталап жүр, жаттап жүр, солардың мысалы, бірақ та оқып жүрсе де, оның тәпсірін білмейді, мағынасын білмейді. Осылардың мысалы дейді, мынандай бір мысалмен теңестіреді. Камасали қауми жаахум китабун мин маликихим ва насу ниямун дейді. Адамдар ұйықтап жатқан кезде, яғни қараңғы кезде, тас қараңғы кезде патшаларынан бір хат келіп қалған қауымға ұқсайды дейді. Яғни біз Құранды оқып жүрміз, бірақ та мағынасын түсінбейміз, тәпсірін білмейміз. Соның мысалы бір қауым сияқты тас қараңғы кезде, яғни айналаның бәрі қараңғы, жарық жоқ, адамдар ұйықтап жатыр, бірақ та шұғыл бір патшамыздан, яғни хандарынан хат келіп қалған сияқты бір қауымға ұқсайды дейді. Лайса индахум мисбах. Енді бір шұғыл хат келіп тұр патшаларына, хандарына. Бірақ та оны оқиын десе, лайса индахум мисбах. Оларда не жоқ дейді? Оны оқитын жарық жоқ дейді. Яғни Ияс ибн Муавия бұл жерде жарықты неге теңестіріп тұр? Тәпсірге теңестіріп тұр. Яғни біз тәпсірін білетін болсақ, Құранның өзіміз оқып жатқан сүрелердің тәпсірін білетін болсақ, мағынасын білетін болсақ, онда біздің қолымызда жарық шам бар деген сөз. Егер де оның мағынасын тәпсірін білмейтін болсақ, онда біз қараңғылықтамыз деген мағынаны білдіріп жатыр. Яғни оларда шам жоқ оқиын десе, фадахалахум рауа. Сөйтіп олардың жүректеріне үрей кірді. Яғни олар үрейленіп қорқып бастады. Неге? Өйткені хандарынан хат келіп тұр, ол жерде не нәрсе бұйырып тұр, оны оқи алмайды. Қолдарында шам жоқ, жарық жоқ, оқиын десе оқи алмай жатыр. Кейін сол хандарының, патшаларының бұйырған әмірлерін орындамай қалса, яғни жазаланады олар. Сол үшін олардың жүректеріне үрей кіріп, үрейленіп жатыр дейді. Ла ядруна ма фил китаб. Ол кітаптың ішінде, ол хаттың ішінде не нәрсе бар екенін білмейді дейді. Ва масалуллазина я'рифу тафсир. Ал енді тәфсірді білетіндердің мысалы дейді. Өзінің не оқып жатқанын, не оқып қойып жатқанын білетін, оның мағынасын түсінетін, тәфсірін Құранның білетіндердің мысалы камасали раджулин жаахум би мисбах фақара'a лахум ма фил китаб. Яғни жарықпен кіріп келген бір кісінің мысалындай. Жаңағы жарықпен кіріп келді де, сол ханның, патшаның несін, хатын оларға оқып берді дейді. Тәфсірді білетін адамның мысалы сондай дейді. Басқа бір риуаяттарда айтады, жаңағы бір кісінің қолында шам бар, жаңағы ханның, патшаның хатын оқи алып тұр, бірақ та мағынасын түсінбей тұр. Ал енді жаңағылар мүлдем оқи алмайды, бірақ та мағынасын да білмейді, оқи алмағандықтан. Ал енді екінші бір адам бар дейді, ол оқи алып тұр дейді. Қолында шамы бар, бірақ та мағынасын жаңағы патшаның не айтып тұрған түсінбей тұр дейді. Бұл жерде жазаға лайықтырақ кім болады дейді? Жаңағы оқып тұрған адам, бірақ та не айтып тұрған түсінбей, оқып тұрса да амал қылмаған адам жазаға лайықтырақ болады дейді. Сондықтан да Аллах Тағаланың кәләмі Құранды да біз оқып жүрміз, күнделікті жаттап жүрміз, намаздарда оқып жүрміз. Оны біз түсінуге және де түсініп, оған қарама-қайшы қылықтар істемеуге, Аллах Тағаланың бұйрықтарын істеп, әмірлерінен тыйылуға тырысуымыз керек дейді. Енді мына бір хадиспен тәмамдасақ, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады дейді. Ан Аби Муса ал-Аш'ари, Абу Муса ал-Аш'ариден жеткен хадисте, радиаллаху анху, қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, Алланың елшісі, Алланың оған салауат мен сәлем болсын, былай дейді: Мәсәлул муъмини аллази яқрa'ул Қур'ана ва я'мал бихи. Құранды оқып жүрген және де сол өзінің оқып жүрген аяттарына, Құранына амал еткен мұсылманның мысалы дейді. Камасалил удруджа. Жаңағы удруджа дегеніміз цитрусты жемістер бар, апельсин, мандарин сияқты. Сондай бір жеміс сияқты дейді ол мұсылманның мысалы. Та'муха тойгибун ва рихуха тойгибун. Оның иісі де жақсы, жаңағы цитрус жемістердің дәмі де жақсы. Яғни ол мұсылманның ішкі жан дүниесі де дұрыс, яғни Аллах Тағаланың мәмілесі дұрыс, иманы дұрыс, екіжүзділік жоқ оның бойында, және де сыртқы бейнесі де адамдардың арасында абырой бар, сөзі өтімді, яғни жақсы адам дейді. Вал муъмину аллази ла яқрa'ул Қур'ана ва я'мал бихи. Ал енді Құранды оқымайтын мұсылманның, бірақ та Құранды оқымаса да сондағы үкімдерді
амал қылып жүрген мұсылманның мысалы дейді, камасали тамра, ол құрма сияқты дейді. Туъмуха тоййибун, оның дәмі жақсы, яғни Аллах тағаланың мәмілесі дұрыс, иманы бар, вала риха лаха, оның иісі жоқ дейді. Сол сияқты. Ва масалул мунафиқ, ал енді мұнафиқтың мысалы дейді. Аллази яқраул Құр'ана камасали райхана, яғни Құранды оқып жүр. Бірақ ол мұнафиқ болғандықтан, әлбетте мұнафиқтар амал жасамайды ол оқығандарына. Құранды оқып жүр, әйтеуір адамдардың көзінше, адамды көрсін деп. Ол мұнафиқтың мысалы дейді, райхан гүлі сияқты дейді. Рейхуха тоййибун, оның иісі жақсы, яғни адамдардың көзінше бір тақуа, мүмін мұсылман сияқты көрінуі мүмкін. Ва туъмуха муррун, ал дәмі болса ашы дейді, яғни ішінде сырты бүтін, іші түтін деген сияқты мағынада. Ва масалул мунафиқиллази, ал енді мынандай да мұнафиқтың түрі бар. Ла яқраул Құр'ана, Құранды оқымайды мүлдем, оған амал жасамайды, яғни ол мұнафиқ болғандықтан амалын да жасамайды. Камасалил ханзала, ол бір ханзала сияқты дейді. Лайса лаха рихун ва туъмуха муррун, оның иісі де жоқ, дәмі де жаман дейді. Енді Алла қаласа, Алла нәсіп етсе, келесі сабағымыздан бастап тәфсір үйреніп бастаймыз. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп кез келген Аллах тағаланың аятын, Аллах тағаланың сүресін осы екі сөзбен бастайды екенбіз. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бұл кішкентай ғана сөйлемдер болса да, оның мағынасы өте үлкен. Осы екі сөйлемден бастап, ары қарай Фатиха сүресінен бастап, тәфсірімізді Аллах тағаланың үкімдерін, Аллах тағаланың бізге не айтқысы келгендігін түсінуге осы дәрістерімізді жалғастыратын боламыз. Аллах тағала баршамыздың ілімдерімізді арттырсын. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin. Бәрі жақсы ғой, бәрі біліміміз бәріміздің дейміз. Қабылдау кішкене ауырлау түседі.